Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі, тез дайындалатын кешкі асқа осылай роза орама нанның рецебін ұсынатын боламын сіздерге. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, өте керемет, тез әрі дәмді, ерекше кешкі ас. Және де осылай суымызға тұз салып, осылай оның ортасына құйып, жақсылап илеп алатын боламыз. Жүз грамм суға осылай 200 граммдай ұн қостым мен. Мен бұл жерде бір күлше үйледім. Бір күлшем дайын. Сіздерге астына 2 күлшеге керекті су мен ұнның мөлшерін жазып қоятын болам. Және де міне осылай жақсылап әдемілеп жұмсақ, орташа жұмсақтықта қамыр илеп алатын боламыз. Осылай жақсылап домалақтап салафанымызға салып қойып қоятын боламыз. Міне қолға жабыспайтын осындай жұмсақ әдемі қамыр болып шығады. Және де енді салмасын дайындайтын боламыз. Мен бір күн бұрын пельмен түйіп сорпа істеген болатын. Содан пиязбен араласқан фаршым тұр. Және де енді оған осылай сәбіз, картошка, пиязды үккіштен өткізіп қосатын боламын осы фаршқа. Міне осылай теркадан өткізіп, орамаға осылай жасасаңыздар болады, тез әрі дәмді болып шығады. Егер бұндай үккіштеріңіз жоқ болатын болса, теркаларыңыз жоқ болатын болса, қолмен ақ майдалап турай берсеңіздер болады. Ал енді картобымызды да осылай ұзынша етіп үккіштен өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер, өте керемет, тез әрі дәмді. Енді майда түрімен сәбізді де осылай үккіштен жақсылап өткізіп алатын боламыз. Егер сіздерге сәбіз ұнамаса, қоспай ақ қойсаңыздар да болады. Бірақ маған сәбізбен қосқан ұнайды, сәбізбен жасаған ұнайды, себебі өте керемет дәмді болып шығады. Және де енді осылай шетінен дәміне қарап, тұзын көп қоспай, шамалыдан кішкене қосасыздар. Тұз және қара бұрыш. Осылай қосып, жақсылап әдемілеп араластырып, екіге бөліп алатын боламыз, 2 күлшеге. Міне, қолымыздың көмегімен осылай жақсылап біріктіріп, бәрін араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Және де айта кетейін, менің каналымда плейлист бар. Сол жерден өзіңізге керекті видео рецептілерді көрсеңіздер болады. Міне, осылай екіге бөліп, 2 күлшеге осылай тура етіп, 2-ге бөліп қоятын боламыз. Мен бұл жерде ораманы 2 түрлі қылып түйетін болам. Біріншісі осылай кішкентай күлше, бұны роза тәріздес етіп түйетін боламын. Осылай қамырды шетінен жайып отырып үлкейтемін. Бұл жерде мен қамырды толық жаю керектігін түсірмедім. Міне осылай шетінен жайып отырып қамырды үлкейтетін боласыздар. Қамырдың 2 шетінен осылай оқтаумен басып, 2 шетіне жайып отырасыздар. Міне сол кезде осылай бір тегіс әдемі қамыр болып шығады. Осылай домалақ болған қамырымыздың шеттері қалың болса, шеттерін қамырды жайып қойып, шетін кішкентай оқтаудың көмегімен созып жайып шығатын боламыз. Міне осылай 2 шетін басып отырып, айналдыра жаятын боламыз. Ал міне енді осылай ұзынша етіп қамырымызды кесіп алатын боламыз. Және де ортасына осылай щеткамен майымызды жағып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай түйетін боласыздар. Сол кезде орамаларыңыз роза тәріздес өте әдемі болып піседі. Міне екіншісін көрсетемін. Міне осылай ортасына фаршымызды салып, 2 бетін қысып, және де домалақтап, осылай роза тәріздес етіп түйіп алатын боласыздар.
өте керемет дәмді болып шықты. Отбасым өте сүйіп жейді осы тағамды. Ерекше қамыр тамақтан жасалған мантының бір түрі. Және де міне енді ұзынша етіп жасайтын боламын. Оған осылай қамырымызды кесіп алып, өзімізге ыңғайлы етіп, төртбұрышты етіп, бір-біріне жапсырып қамырларды осылай төртбұрышты 3 қамыр шығардым екінші күлшеден. Осылай екіншісі сәл дәу күлше болатын. Осылай төртбұрышты етіп 3 төртбұрышты қамыр шығарып, осылай бетіне майын жағып алатын боламыз щетканың көмегімен. Және де осылай 3-ке бөліп, фаршымызды салып алатын боламыз. Осылай әдемілеп бетіне осылай салып шығатын боламыз. Және де рулет тәріздес етіп орайтын боламыз. Міне видеоды көріп тұрғандарыңыздай, бұл ең қарапайым, тез болатын түрі. Міне осылай тез осылай орайтын боламыз. Ал енді бетіне жұмсақ, әдемі балғын болып пісу үшін осылай щеткамен бетіне май жағып шығатын боламыз. Және де мантоваркамызды суға қойып, қайнатып, қайнаған кезде орамаларымызды салып 45 минут орташа отта пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Менің каналымда басқа да ерекше дәмді тағам түрлері бар. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, достар.